Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін Қытай Халық Республикасының экономикасы туралы айтамыз. Бұл елде мұхит үстімен поезд 350 км/сағат жылдамдықпен жүреді. Олардың экономикасының өсуі поездарының жылдамдығындай. Мұнда бәрі тез және өте тез жасалады. Мысалға, көкпен таласқан алып ғимаратты 19 күнде, госпитальды 10 күнде, ал тұрғын үйді бар болғаны 1 күнде тұрғызады. Ең қызығы, олардың құрылыс масштабы өз территорияларынан да асып, Азия мен Африка құрлығына еніп барады. Кішкентай ғана мысал, Ресейдегі Мәскеу метросының жаңа станциялары, Эфиопиядағы Африка одағының штаб-квартирасы, Шри-Ланкадағы теңіз порты, Мәскеу және Қазан қалалары арасындағы жаңа ауқымды трасса, бұның бәрінде Қытайлар салған. Ал Қазақстанда ше? Олардың Қазақстанға басқа жоспары бар сияқты. Ол завод салу. Мысалға, Алматыдағы кең диаметрлі темір труба өндіру зауыты құны 100 миллион ақш доллары деп бағаланады. Қостанайдағы жел электр энергия станциясы құны 50 миллион ақш доллары. Маңғыстау облысындағы су тұщыландыру кәсіпорны құны 60 миллион ақш доллары. Жалпы елімізде 2021 жылы 1265 қытайлық заңды тұлға тіркелген, яғни 1265 ірілі ұсақты компаниялар жұмыс істеуде. Бұл көп пе, әлде аз ба? Көршіміз байыса қуанатын қазақпыз, бірақ Қытаймен жағдай басқаша. Қытай қазір планетаның барлық құрлығында құрылыс жүргізуде. Нигерияда Алып гидростанция, Мозамбиктегі ең үлкен көпір, бұның бәрі де Қытай қаражатына салынуда. Бәрі тез және арзан. Мысалға, Кениядағы 500 километрлік темір жолды күніне 700 метрден салды. Және Зимбабведегі парламент үйінде Қытайлар салған десем, неге Африка деген заңды сұрақ туады? Біріншіден, мұнда қаражат аз, яғни бәсекелес жоқ және мүмкіндіктер көп. 2003 жылы Қытай Африка құрлығынан 2,3 миллиард доллар табыс тапқан. Мұның өзі аз емес әрине, ал қазір шамамен жыл сайын 50 миллиард ақш доллары бір қалыпты десек те болады. Яғни 2003 жылғы көрсеткіштен 25 есе көп. Біздің бір түсінгеніміз, қытайлықтар әлемді жаулауға мықтап кіріскен сияқты. Қарумен емес, әрине қарызбен. Мынау қызықты ақпаратқа назар салыңыз. 2008 жылы Шри-Ланка өз елінің дамуы үшін теңіз портын салуға шешім қабылдайды. Дайын тұрған ақша жоқ. Осы кезде Қытай қарызға әрі процентке порт салып беруге келіседі. Порт салынып болып жұмысын бастағанда Шри-Ланка портының бизнесі жүрмейді. Әрі бір жағынан қарызы қысады. Қарыз қысқанның қандай болатынын білетін шығарсыз. Ақшам жоқ, бар болса төлейтін едім дейді. Сонда 2017 жылы Қытай Шри-Ланканың қарызын кешірді. Әрине тегін емес, есесіне Шри-Ланкадағы Қытайлар салған порт 99 жылға Қытай Халық Республикасының меншігіне өтті. Міне мұны қарызбен жаулау деуге де болады. Америка президенті Джон Адамстың сөзі бар ғой, мемлекетті екі нәрсемен жаулауға болады. Біріншісі қару, екіншісі қарыз. Қытайлар екіншісін таңдайды әрине. Кениялық Момбаса портында да дәл осы сценарий жүріп жатыр. Кениялықтардың Қытайға осы порт үшін қарызы бүгінде 5 миллиард долларға жетті. Әзірше Кения жауабы біреу, ақша жоқ. Бұл Кенияның Момбаса порты да Қытайға уақытша өтуі мүмкін. Қытай мұндай дәрежеге қашан және қалай жетті? Өткен ғасырдың 60 жылдары күллі әлем Кеңес одағының экономикалық өсіміне таң қалды. Жылына 6% өсім, бұл сол кездегі рекорд еді. Кейіннен Жапония мен Кореяның экономикалық өсімі әлемде елең еткізіп жатты. Алайда бұл кезде Қытай кедейлер елі еді. Оған қарамастан Қытай билігі өзінің ең үлкен байлығы Қытай халқы екенін түсінді. Әр Қытайға екі қолына бір күлек ұстатып еңбек етуі керек. Сонда ғана экономикалық өсім болатын еді. 1980 жылдары Қытай әлемдегі ең еркін экономикалық аймаққа айналды. Шетелдік компаниялар Қытайға ағылды. Егер де компания Қытайда табыс таппаса, салық төлемеді. Тіпті табыс тапса да 5 жылға салықтан босатылды. Біз күте тұрамыз, деді Қытай билігі. Тек біздің Қытай азаматтарына жұмыс пен жалақысын берсең болды, деді. Алайда Қытайға компаниялармен бірге жаңа технологиялар келді. Бұл технологияларды Қытай азаматтары тез үйренді. Мысалға, біз өз азаматтарымызды жаңа технологияны үйретуге шетелге жібереміз. Ал Қытайлар шетелдіктерді еліне әкеліп, олардан көп нәрсе үйренді. Солайша Қытай үлкен экономикалық өсім нәтижесін көрсетті. Бұл күнде Қытай әлемнің екінші экономикасы мәртебесін иеленуде. Егер де экономикалық өсімді биіктікпен өлшесек, әлемдегі ең биік саналатын ғимараттардың жартысы Қытайда.
ал жылдамдықпен есептесек ең жылдам поезд да Қытайда. Біздің бұл елмен байланысымыз қандай болуы керек деп ойлайсыз? Комментке жазыңыз. Біз міндетті түрде оқимыз, жауап жазамыз. Арнамызға өтіп біздегі басқа да қызықты видеоларды көріңіз.